Сәлем қымбатты достарым, сіздерге бүгін оригинал парфюмді қалай тексеру туралы айтатын боламын. Бұл өте оңай, видеоны соңына дейін қараңыздар. Любой парфюмді осылай тексерсеңіздер болады. Дәл қазір менің қолымда Tiziana Terenzi парфюмі Кирке. Өте керемет парфюм, иісі ұнайды, оригинал, таза. Бұның оригинал екенін қайдан білуге болады? Бұның коробкасында мына қараңыздар. Ешқандай клейт етілмеген, міне. Ешқандай шет-шетінде ешқандай нелері жоқ, жаңағы теп-тегіс бөлек клейт етіліп тұрған жоқ. Прям мына коробканың сыртында өзі осындай жазуымен тұр. Ешқандай бөлек клейт етілген ондай нәрсе көріп тұрған жоқпын. Және мына астындағы таза кожамен жазылған, матана кожаный. Және мына жердегі жазуы міне қолға биткен кезде сезіледі. Сыртқа қарай шығып тұрады. Енді сіздерге бастысын айтайын, любой парфюмді штрих-код арқылы тексересіздер. Мынаны қараңыздар. Мына жерде штрих-код көріп тұрсыздар ма? 8-ден басталып тұр. Яғни бұл Италияның штрих-коды. 8-ден басталатындар. Енді сіздер Play Market немесе App Store приложениясы арқылы міне сканер деген көрініп тұр ма сіздерге? Жақындатып көрсетейін. Міне сканер QR деп тұр ғой, міне. Көріп тұрсыздар ма? Мына екінші тұрмын. Сканер QR. Соны басасыздар. Бұны Play Market немесе App Store арқылы жүктейсіздер. Қазір сіздерге көрсетемін. Қалай осы арқылы оригинал не оригинал емес екенін штрих-код арқылы тексереміз. Мінекей штрих-коды тұр. Соны жаңағы приложенияға кіріп, мынандай суретке түсіретін несі арқылы былай штрих-кодке дәлдейсіздер. Міне штрих-коды данылары шықты. Италия деп тұр. Қай мемлекетте өндірілгені бәрі анық жазылып тұр. Міне қараңыздар. Италия деп тұр. Енді поиск Amazon.com дегенді бассақ, міне біздің мына духиіміздің суреті шықты штрих-код бойынша. Демек, бұл оригинал духи деген сөз. Мінекейіңіз. Коробкасымен бірдей суреттегідей тура. Мінекейіңіз міне. Один в один. Сіздермен бірге болған мен Алуа Омар. Пайдалы, білген ақпараттармен бөлісетін боламын. Рахмет.